ПДД Тест КЗ. Умное начало твоего пути. Сәлеметсіз бе? Осы сабақты бастамас бұрын сізге өткен сабақтардың тақырыптарын оқып шығуды ұсынамыз. Бұл сабақ сізге тыйым салу белгілері туралы айтып береді. Тыйым салу белгілері шектеулер енгізілетін және алынатын жол учаскелерінің алдына орнатылады. Айрықша ерекшеліктері қызыл контуры бар дөңгелек пішім шектеулерді енгізеді, ал қара контуры бар шектеулерді алып тастайды. 3.1. Кіруге тыйым салынады белгісі. Ол кері бағытта қозғалысты болдырмау үшін, сондай-ақ іргелес аумаққа кіруді және шығуды ұйымдастыру үшін бір жақты қозғалыс жолдарында қолданылады. 7.14. Жолақ белгісі бар. Бұл белгі белгілі бір жолақтарға кіруге тыйым салу үшін пайдаланылуы мүмкін. Егер бұл белгі сіздің қалаған объектіңізге кіруге кедергі келтірсе, онда бұл жерге әрдайым басқа кіру бар екенін ұмытпаңыз. 3.2. Жүруге тыйым салынады белгісі. Кез келген көлік құралдарының жүруіне тыйым салынады. Жүк автомобильдерінің қозғалысына тыйым салынады белгісі максималды рұқсат етілген массасы 3,5 тоннадан асатын жүк автомобильдерінің және көлік құралдары құрамының қозғалысына тыйым салады. Егер белгіде салмақ көрсетілмесе, немесе рұқсат етілген ең көп масса белгіде көрсетілгеннен үлкен болса, сондай-ақ тракторшылар мен өздігінен жүретін машиналар. Бұл белгі көк фонда, бүйір бетінде ақ диагональды жолағы бар адамдарды тасымалдайтын жүк көліктерінің қозғалысына тыйым салмайды. Мотоцикл қозғалысына тыйым салынады және тракторлардың қозғалысына тыйым салынады сияқты белгілер бар. Тіркемесі бар көлік құралдарының жүруіне тыйым салынады белгісі кез келген түрдегі тіркемелері бар жүк автомобильдері мен тракторлардың жүруіне, сондай-ақ механикалық көлік құралдарын сүйретуге тыйым салады. Бірақ бұл белгі жеңіл автомобильдердің тіркемемен жүруіне тыйым салмайды. 3.8 белгілері ат-арба көліктерінің, мініс және жүк артылған малдардың шаналарының қозғалысына, сондай-ақ мал айдауға тыйым салынады. Велосипедпен жүруге тыйым салынады белгісі мопедтер мен велосипедтердің қозғалысына тыйым салынады. Жаяу жүргіншілердің қозғалысына 3.10 белгісі тыйым салады. 3.11. Масса шектеуі белгісі. Көлік құралдарының, оның ішіне жалпы нақты массасы белгіде көрсетілгеннен артық көлік құралдарының жүруіне тыйым салынады. Оны алып жүру қабілеті шектеулі конструкциялардың, көпірлердің, жол өтпелерінің және тағы басқа алдына орнатады. Егер көлік құралының немесе автопойыздың нақты массасы осы белгіде көрсетілгеннен аз немесе оған тең болса, олармен жүруге рұқсат етіледі. 3.12 белгісінің қолдану аймағында білігіндегі нақты массасы белгіде көрсетілгеннен асатын көлік құралдарының жүруіне тыйым салынады. Автомобиль мен тіркеменің осьтері бойынша жүктемені бөлуді автомобильдегі жалпы нақты массаға байланысты жолдағы осы жүктемені анықтау үшін зауыт өндірушісі көрсетеді. Олар жеңіл автомобиль мен 3 осьтік жүк машинасында жүктеме осьтер арасында шамамен бірдей бөлінеді деп санайды. 2 осьті жүк көліктері алдыңғы осьте 3/1, ал артқы осьте олардың нақты массасының 3/2-сін құрайды. 3.12 биіктікті шектеу белгісі. Габариттік биіктікті жүкпен немесе жүксіз белгіде көрсетілгеннен артық көлік құралдарының жүруіне тыйым салынады. Габариттік биіктік жол төсемімен көлік құралдарының немесе тасымалданатын жүктің ең жоғарғы шығып тұрған нүктесіне дейін өлшенеді. Енін шектеу 3.14 белгісі. Габариттік ені жүкпен немесе жүксіз белгіде көрсетілгеннен артық көлік құралдарының жүруіне тыйым салынады. 3.15 ұзындықты шектеу белгісі. Габариттік ұзындығы жүкпен немесе жүксіз белгіде көрсетілгеннен артық көлік құралдарының, көлік құралдары құрамдарының жүруіне тыйым салынады. 3.16 ең төменгі қашықтықты шектеу белгісі. Олардың арасындағы қашықтық белгіде көрсетілгеннен аз көлік құралдарының жүруіне тыйым салынады. Бұл белгі кеденнің бақылау пунктінің жанында тоқтаусыз жүруге тыйым салады. Қауіптілік белгісі кезінде жол көлік оқиғасына, аварияға, өртке немесе басқа да қауіпке байланысты барлық көлік құралдарының одан әрі жүруіне тыйым салынады. Бақылау белгісі. Бақылау пункттері арқылы тоқтаусыз жүруге тыйым салынады. Оңға бұрылуға тыйым салынады және солға бұрылуға тыйым салынады белгілері. Бұл белгілер олардың алдында орнатылған жолдардың қиылысына қолданылады. Солға бұрылуға тыйым салынады белгісі
кері бағытта бұрылуға немесе қозғалысқа тыйым салмайды. Кері бұрылуға тыйым салынады белгісі тек бұрылуға тыйым салады, солға бұрылуға тыйым салмайды. Басып озуға тыйым салынады белгісі баяу жүретін көлік құралдарынан, ат-арба көліктерінен, мопедтерден және бүйір тіркемесі жоқ екі дөңгелекті мотоциклдерден басқа барлық көлік құралдарын басып озуға тыйым салады. Ал жүк көліктеріне басып озуға тыйым салынады белгісі толық салмағы 3,5 тоннадан асатын барлық автомобильдерді, жүк көліктерін басып озуға тыйым салады. Дыбыстық сигнал беруге тыйым салынады деген белгі елді мекендерден тыс жерлерде ғана пайдаланылады. Бұл апаттың алдын алу үшін дыбыстық сигналды тек бір жағдайда пайдалануға мүмкіндік береді. Егер бұл белгі болмаса, басып озу туралы ескерту үшін дыбыстық сигналды қолдануға болады. Аялдауға тыйым салынады белгісі көлік құралдарын тоқтатуға және тоқтап тұруға тыйым салады. Тоқтатуға тыйым салынады белгісі қолданылмайтын көлік құралдарының жалғыз түрі. Белгі қолданылатын аймақта белгіленген тоқтау нүктелерінде тоқтату мүмкін маршрут бойынша қозғалатын көлік. Тоқтап тұруға тыйым салынады белгісі көлік құралдарының тұрағына ғана тыйым салады, бірақ тоқтауға тыйым салмайды. Айдың тақ күндерінде тоқтап тұруға тыйым салынады және айдың жұп күндерінде тоқтап тұруға тыйым салынады белгілері айдың нақты күндерінде тоқтап тұруға тыйым салады. Бұл белгілерді жүріс бөлігінің қарама-қарсы жақтарында бір мезгілде қолданған кезде жүру бөлігінің екі жағында сағат 19:00-ден 21:00-ге дейін тұруға рұқсат етіледі. Ал 21:00-де келесі күннің белгісі күшіне енеді. Бұл белгінің қалай жұмыс істейтінін жақсы түсіну үшін біз мысалды талдаймыз. Жолдың оң жағында тоқтап тұруға тақсандармен тыйым салынады белгісі орнатылады. Бұл жағдайда ол тақсанның күні бойы өзекті болады. Сіз мұнда 7-де және кешкі 19:00-ге дейін және таңғы 5-те тұра алмайсыз. Бірақ сіз кез келген уақытта жолдың сол жағында тұра аласыз. 3.31 белгісімен 3.26-дан 3.30-ға дейінгі белгілердің 3.16, 3.20, 3.22, 3.24 белгілерінің қолданылу аймағының соңын белгілеу жүргізіледі. 3.32 белгісі қауіпті жүктері бар көлік құралының қозғалысына тыйым салынады. 3.33 белгісі жанғыш және жарылғыш жүктермен. Табличкалары жоқ тыйым салу белгілері белгі орнатылған жерден одан кейінгі қиылысқа дейін әрекет етеді. Ал елді мекендерде егер жол қиылысы болмаса, мекеннің соңына дейін. Сондай-ақ 3.27 және 3.28 белгілерінің қолданылу аймағы таңбамен шектелуі мүмкін. 3.10, 3.20, 3.27 белгілері олар орнатылған жолдың жағына қолданылады. Бұл белгілер маршрут бойынша қозғалатын көлік құралдарына жатпайды. 3.2, 3.3 белгілері бірінші, екінші және үшінші топтағы мүгедектер басқаратын көлік құралдарына, сондай-ақ мүгедектер немесе мүмкіндіктері шектеулі балалар қатысатын автомобильдерге қолданылмайды. Егер көрсетілген көлік құралдарына мүгедек деген таным белгісі орнатылса, тыйым салу белгілерінің ауқымын кейбір белгілердің көмегімен қысқартуға болады. Құрметті оқушы, міне, біздің сабағымыз өз мәресіне жетті. Сіз біз берген ақпаратты жақсы меңгердіңіз деп үміттенеміз. Енді біраз демалып, әрі қарай оқуға кірісіңіз. Сізге сәттілік тілейміз.